Reddit қолданушылар, сенің мектебіндегі ең біртүрлі бала қалай мектепті шулатты? 7-ші сыныпта бір бала басқа бір балаға мен қарындашты көтімен тығып көргем деп айтқан. Анау бірден орнынан атып тұрып бүкіл сыныпқа айғайлап жайып салды. Бейшара, бүкіл мектептің көзінше күлкі болды. Ол үйге қайту үшін әдейі шалшыққа отырып алатын. Басында мектеп оны жібере береді. Кейін әдейі екенін түсінді де қазір үсті басын қанша ластаса да жібермейтін болды. Біздің мектептегі біртүрлі бала күнде түскі асқа ұнтақ кофе жейтін. Кәдімгі ұнтақ кофе, не су жоқ, не сүт жоқ, жай ғана аузына салып алып жейтін. Ол кезде жасы 9-да болатын. Қазір ойлап қоям, өзі тірі ме екен? Сурет пәнінің апайы табиғаттан бірдеңе әкеліңдер дегенде, бұл мектепке өлі тиын сүйреп әкелген. Кейін бірнеше жыл өткен соң карта ойнап отырып біреуді мылтықпен атып тастаған. Қазір өмір бойы түрмеде отыр. Бізде бір бала болды. Мектептің ішінде саппен жүріп, әскердегідей айғайлап марш айтатын. Құлағында наушник, ішінде тек сол әскери марштар ғана. Күнде таңертең марш, сабақтан сабаққа марш, мектептен автобусқа дейін марш. Әрі жай айтып жүрмейді, тура айғайлап жүретін. Ешкіммен сөйлеспейтін. Бәріміз одан қорқатынбыз. Бір күні мектепке қарумен келеді-ау осы деп. Ол бір күні еш себепсіз ешкімнің туған күні болмаса да өзімен өзі торт пісіріп әкелді. Апай тортты бірден тартып алып, оны мұғалімдер бөлмесіне апарып тастады. Кейін естідік, сол торттың ішіне ол бір жерінің жүндерін салып жіберген екен. Сол оқиғадан кейін ол баланы ешкім көрмеді. Сыныптағы бала сабақ кезінде де кенеттен мяулап жіберетін. Меніңше ол мысықтарды қатты жақсы көретін сияқты. Бірақ қалай десек те бәрінен қатты ерекшеленіп тұратын. Сыныптас бала күні-түні Нарутоның белгісін тағып жүретін. Күнде қолын артқа жіберіп, солар сияқты жүгіріп жүретін. Сөйлегенде де анимедегілерше сөйлеп, кейде әбден қуып кететін. Бізде бір бала болатын, автобустың ортасында жейдесін шешіп тастап, пепсидің банкасын тесіп алып бір-ақ ұрттайтын. Оны біз нағыз пепси парти деп атайтынбыз. Жылдар өтіп, мен бір асханаға жұмысқа кірдім. Сол жердегі менеджерім маған: "Сен жақсы істеші, сенің алдыңда бір қызық жігіт болған. Банканы пышақпен тесіп алып, сок ішіп жүретін" деді. Мен таң қалып аты-жөнін сұрадым. Иә, дәл сол біздің пепси парти болып шықты. Уақыт өтсе де өзгермепті. Ол мектептегі бүкіл оқушылардың электронды поштасына Рональд Макдональдтың порносын жіберіп тастаған. Бізде бір бала болатын, ол кеңсе заттарынан қару жасап, бәрін атып ойнайтын. Бір қызығы, ол көбіне өзі сияқты мектепте тентек, шеттетілген балаларды ататын. Қазір мүмкін бір жердің мықты инженері болып жүрген шығар бәлкім. Бірақ бір естен кетпейтіні, бір батан бала оның бетінен шапалақпен бір тартып құлатқан еді. Бүкіл класс болып жарылып күлдік. Пепси бала, ол 9-шы сыныптан бастап мектеп бітіргенге дейін күнде Пепси деп жазылған футболкасымен жүретін. Күн сайын бір футболка, өзінің формасы сияқты болып кеткен. Ең қызығы, кейде емес еді, жай ғана сол футболка өзіне қатты ұнап қалған сияқты. Бұған дейін өзім біртүрлі болғанмын деп жүрсем, мына жерде менен де өткендер бар екен ғой. Ол бала пластик ойыншық балықты көтінен тығып жатқан сәтін видеоға түсіріп, басқа бір балаға берген. Ол баланың анасы видеоны мектеп директорына апарып беріпті. Кейін бұл жайлы бүкіл мектеп біліп, оны балық көт деп атап кетті. Көп ұзамай ол басқа мектепке ауысты. Ол күнде Наруто сияқты жүгіріп жүретін. Ал сенің мектебінде қандай біртүрлі бала болды және ол мектепті қалай шулатты? Комментарийға жазуды ұмытпа. Және сол досыңа жіберуді де ұмытпа.